Негізінде әзілдің дінде орны бар. Әзіл кейде керек те. Себебі енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да әзілдескен, сахабалар да әзілдескен. Бізде дінде Қожа Насыр секілді персонаждар да бар, аз емес. Көрдіңіз бе? Әрине әзіл керек. Енді 100% дін әзіл деп айта алмаймыз. Дегенмен әзілдің анау пайғамбарымыздың хадистерінде де келеді ғой әзілдескені. Ғалымдар айтады, егер өтірік жалған болмаса, ол әзілдің ешқандай айыбы жоқ. Көрдіңіз бе? Біреудің ар намысын таптау болмаса, өтірік жалған болмаса, ол кезде әзілге мүмкіндік беру керек деп ойлаймын. Енді діни тұрғыдан да әртүрлі нелер айтылады. Мысалға, бір үлкен исламтанушы профессор маған мынандай бір анекдот айтып берген еді кезінде. Бір кісінің дейді, мұсылманның баласы туды дейді. Содан кейін неге бармаймын, енді біздің немен айтатын болсақ, ЗАГСқа. Балам тұрген, мен Халид ибн әл-Валид деп ат қойын деген дейді. Халид ибн Валид өте мықты сахаба, мен соның өмірбаянын оқып риза болдым. Жаңа ЗАГСтағы отырған адам айтатын көрінеді, бізде заң бойынша екі ат беруге болмайды. Халид ибн әл-Валид болмайды дейді. Содан кейін анау діндар адам біраздан кейін пара береді дейді да. Сосын анау ЗАГСтағы анау қызметкер айтатын көрінеді, Халид ибн Валид деп жаздым, радиаллаху анху деп қосып жіберейін бе дейді. Алла одан разы болсын деп қосып жіберейін бе дегендей. Бұны үлкен діндегі профессордан естідім мен. Әл-Асқар университетінің профессорынан естідім. Біздегі мынау жемқорлыққа қатысты, тіпті ол діни мәселелерге де кіріп кеткеніне қатысты, ол әзіл деген нәрсе жалпы қалай айтайын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам күлген, қуаныш болған кезде осындай нәрселер айтылған. Бұл табиғи нәрсе ғой, бұл жалпы.